Бұл 90 депутаттың içinde kim çındıқты süylеп atat, kim emeni süylep atat. Oşonu ойланып, қарап, көріп тұрып süйлөгөлө туғандар. Көріп билбей süylеп атасыңар көпчүлүгүң бар. Бұл Атакам Кинсанбаевич елін, жерін ойлаған адам. Президенттің мезгілінде, Акаевтің мезгілінде тика бет маңдай отырып тұрып, мынаға қол қойып отырсыңар, ертең күні текстиль, насосын завод жоқ болады деді. Мына аяғым не болып отады? Жоқ болбай қайрамне двойной қосылып, двойной фабрика болды ошолар. Жоқ болды. Bir қол қойып бердіңер, екі қол қойып бердіңер, үшінші дағы қол қойып атасыңар деп, елім, жерім үшін деп шырқыраған ошол Атакам Кинсанбаевич болып атат ошо. Түшінген адамға. Бийлик тараптын таламын талашып, ертең күні 5 жыл деген еміл өтөт, мына 2 жыл өтті. Андан кейін 5 жылдан кейін кимге кошоматчы кыласыңар? Кошоматчыны 2 апта кыла тугандар. Кошоматчынын кереги жок.